Осыған дейін біздің арнадан көргендеріңіздей, мен көптеген хаттар жазып премьер-министрге, әкімшілік полиция комитетіне жауап алған болатынмын. Осы магистральда неге оңтүстікте Қызылорда Алматы арасында 110 км/сағат шектеуі, ал орталық Қазақстан Астанадан жан жаққа жүретін жолдарда және Алматы Қапшағай сол жолдарда неге 140 км/сағат шектеуі белгіленген деп сол хатыма бізге отказ берілген болатын. Ол жерде басты акцент қойылып отқан аргументі 5/1 деген белгі қойылған жолдарда ғана 140 км/сағатына, яғни 5/1 деген автомагистраль деген знак белгі болу керек деген. Мына жерде көрсеңіздер, Қарағанды Астана арасындағы жол, мына жердегі жасыл знак, міне белгі. Осындай 5/1 деген знак тұрған кезде ол жолдарға 140 км/сағат шектеуі жүреді деген. Алайда бұл знактан басқа ешқандай мен осы жолдарда айырмашылығын көрмедім. Біздің Қызылорда Алматының арасындағы жол мен Қарағанды Астана арасындағы жолдың арасында ешқандай айырмашылық көрген жоқпын. Мен сәлемдеп едім, сен қалай деп жүрсің? Мен сен ойлап едім, сен мен ойлап жүрсің? Мен жақсы